Баршаңызға сәлем. Хит болған 15 минутта дайын болатын қамырды дайындаймыз. Өте дәмді және тез дайын болады. Бізге 2-3 дана картоп, бұқтырылған жылқы еті, дайын қамыр және де 1 дана пияз қажет. Ең алдымен картопымызды тазалап, осылай суымызға аздап тұзымызды салып, картопымызды суға пісіріп аламыз. Мінекей, біздің картоптарымыз да пісіп дайын болды. Енді піскен картоптарымызды бір шетке қойып қоямыз. Келесі бізде 1 дана пиязымызды өз қалауыңыз бойынша турап аласыздар. Мен осылай 2 бөлікке бөліп турап алдым. Мінекей пиязымызды да турап болдық. Енді консервіленген жылқы етінің майы еріген соң үстіне туралған пиязымызды салып, аздап қуырып алатын боламыз. Қатты көп қуырудың қажеті жоқ. Консервіленген етіміз бен пиязымыз қуырылып жатқанда үстіне шым-шым тұз саламыз. Жылы суымызға дүкеннен алған дайын қамырымызды бір жуып аламыз, крахмалын кетіру үшін. Жуып алған қамырымызды осы консервіленген етіміздің үстіне жайғастырып шығамыз және де қайнап тұрған суымызды құямыз. Неге енді қамырымызды тегістеп суға батырып шығамыз. Қатты көп, қатты аз құйып жібермеңіздер суы, осылай қамыр кішкене батып тұрса жеткілікті. Енді бетін жауып, осыны піскенше бұқтырып қоятын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, өте дәмді және тез дайын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын.